Қайырлы күн, қалайсыздар? Коронавирус болып, барлық жерде карантин жарияланып, үйден шыға алмай отырсыздар, мектепке бара алмай отырсыздар. Бірақ биыл 6 класстар үшін ерекше жыл, себебі биыл Назарбаев зияткерлік мектебі, қазақ түрік лицейі, республикалық физика математика мектебі интернаты Жәутіков атындағы барлық қабылдайды оқушыларды. Дайындалдық осы күнге дейін. 14 наурыз күні біздің Назарбаев зияткерлік мектебіне тестіміз болу керек еді, бірақ өкінішке орай немесе қуанышқа орай отмена болды. Енді дәл осы күнге дейін дайын балалар болды бізде. 40-тан 40 алған, 40-тан 35-36 алып жүрген. Енді қараңыздар, сіздер дәл осы балды ұстап қалу үшін сіздерге жоқ дегенде күніне бір вариант математика, бір вариант сандық сипаттама шығарып тұру керек. Әр түрлі, сіз бұрын шығарып кеткен вариант болсын, ода не жоқ. Жаңа вариант шығару міндетті емес, бұрынғы ескі варианттар шығарып тұруға болады. Бұл сіздерге несімен көмектеседі? Бұл тек сол нәтижені сол уақытта ұстап тұруға көмектеседі. Ал егер сіздің соңғы дайындықтарыңызда 25-20-дан асырып, бірақ әлі 30-ға жете алмай жүрген көрсеткіш болса, онда сіздерге жоқ деген 2-3 вариант шығарып тұру. Яғни сіздер 25-тен асуларыңыз үшін, ал 35-тен тұрғандарға сол деңгейді ұстап қалу үшін ғана оларға бір вариант жеткілікті. Ең оңай зат ол ұмыту. Есепті бір күн шығармадым, бір апта шығармадым, бір ай шығармадым, осыған дейін үйренген заттарымызды барлығын ұмытып қаламыз. Сол себепті балалар сентябрьден бастап дайындалған барлық еңбекті, уақытты осы бір айдың ішінде ұмытып зая кетірмеңіздер. Үмітті ақтаңыздар. Сол себепті мен қазір видео түсіріп бастадым. Сіздерге есептерді статусқа, инстаграмға, ватсапқа саламын. Сіздер ата-аналарыңыздың соттықларымен шығарып дұрыс жауап жіберіп отырыңыздар. Мен сәйкесінше жіберген балаларға есептердің сілтемесін жіберемін, түсіндірумен. Соны қараңыздар. Сонымен қатар, қазір офлайн дайындықтар бітіп жатыр. Бір айға шегеріледі, тоқтайды. Дәл осы сәтте біздер онлайн дайындықты бастаймыз. Жеке сабақтар тек қана. 1 сағаттық жеке сабақтар. Сіздерге алдын ала тапсырмаларыңыз беріледі. Тапсырма шығарасыздар, көресіздер. Сосын соған сәйкес балдарыңызды анықтаймыз. Кейін 1 сағат қатемен жұмыс жасаймыз. Егер сіз біздің оқушы болмасаңыз да, егер сіз интернет қол жетімді болса, әлемнің кез келген түкпірінен дайындала бере аласыз.